өзекті ой айтылады. Өзекті ой, сосын үшінші тезисті ой. Сосын тезисті сөйлем. Енді апайлар, қая? Пластикші. Так, бір минутқа. Былай апайлар, бізде жоқты эссеге қатысты 5-ші класстан бастап 5, 6, 7, 8 бәрі эссе бар. Методикасы жақсы өте қиын. Демек оқушыға бірінші сабақ кезінде, бірінші сабақ үстінде дәл мен сияқты бір абзац жазыңыздар. Тақырып бойынша не түсіністік? Бір сөйлем. Қолдау сөйлем, 3 сөйлем. Сол ойды қотатын бір сөйлем. Бүгін сабақтан соны жазсын. Әсіресе өшеде көп сөйлем әссе бар, мысалы мен оны былай түсінемін деген бар ғой, әссе. Оқушы әбден абзацқа жетілсін осында. Екінші күні екінші абзац. Мәселені қойып кетті, мәселені зерттеуі шешімі деп 3 күн бөліп тастаңыздар. Енді айтайын деген ой тақырып қойып қалса, тақырып бойынша тақырыпқа ең үшін сөйлем жазыңыздар. Кіріспені бір күнге, әр күнге әр бөлек қайтып кетіңіздер. Сонда бала жазатын болады. А так бұлай әр өзінің несін қалыптарын сақтамаса, эссе шықпайды бәрі. Түсінікті ма? Менің ұсынысым сіздерге БЖБ-ға барам дегенше оқушыға әр бөлік бойынша бір күнге бөліп тастаңыздар. Түсінікті ма? Үйге оқушы тақырып зерттеп келу керек. Бір сабақта үлгермейді. Тақырып зерттеп келу керек, фактын табу, негіздегі факт табу керек, ғалымдан зерттеуін қарау керек, оқушыға орташа жазады, топ болып жазады. Келесі жұппен жазады, сосын жеке жазады. Түсінікті ма? Мысалы, мұғалімдердің өзі бір күннің ішінде қараңыз, біз неше сағаттан бері бағанадан бері біз енді ғана негіздеп болды. Сонда ол бір қырғана. Түсінікті ма? Енді мен қазірге чатқа салып қойдым, ашсаңыздар, 3 түрін салдым, иә? Аргументативті, келісу, келіспеу, сосын тағы бір салып қойдым. Дәл осы тақырыпта біз осыны енді түріне қарай бөлуге болады. Келісу, келіспеуге де бөлуге болады, иә? Басқа түріне бөлуге болады. Сондықтан енді мен қазірге ұстамай-ақ қояйын. Не қылса біздің қайта беріңіздер, өйткені спортқа салып керек, иә? Группамыз деп қайта. Сізге тапсырма енді. Тапсырма. Бір минутқа. Кеше Ерназарова Дәрішапаның кітабын салып қойған болатынмын. Соны үйден ашып, өзім үшін оқыңыздар. Мақұл ма? Мен үшін емес, өздерің үшін оқыңыздар. Мысалы, ашып қарап беріп қойып, кеше эссе Ерназарова дегенді ашыңыздар, эссе түрлері деген кітап салып қойып қойып. Ерназарова кітабын ашыңыздар. Қадам бойынша дайын көрмеде бар, 19 шақырады, иә? Тамаша кітап. Осы кітапты оқи, бұрынғы зерделеңіздер. Қалай жазып бір қызыл түсіп қалай қатты жазып керек жауаптары, қыздар. Ерназарова дейсіз ба? Ел айтпай. Дейсіз ба деп сұрағымды, иә? Жазып алайын десем, ручканы таппай жатырмын. Ерназарова, иә. Осы кітапты, иә, бұл пока менде Едбаев сол кітабының өзінде бар, бірақ PDF форматында жоқ. Логика жақсы. Осы кітап үйге барып, керек бөлігінің бәрін қосып мақалма эсселерді шақырғаныңыздар, не керек, қалай жазылады, құжаттарды бәрін жазып алыңыздар. Осы негізгі қаңқасын бүгін жазып көріп бір үйге соның бәрін дәптерге енгізіп қойыңыздар. Өйткені дәптермен жұмыс істеген жоқпыз ғой. Мына жазған дәптерге енгізіп қойыңыздар бүгін. Мақалма? Достар бар, группаға салыңыздар жазғандарыңыздың бәрін. Дәптерге көшіріңіздер, мақалма? Көшірген дәптерге неге салыңыздар группаға. И бұны бойынша жазып қойыңыздар, қай жерде тезисті, қай жерде негіз қойыңыздар, мақалма? Так, сосын сіздерге жазған үшін дейсің, бірақ айттым, сіздің айттым. Перефразды айттым, жинақ мәтінді айттым, сізге. Ең маңыздылар ғой. Сосын бәрі мен сіздерге тыңдауын айтылым, оқылым. Оқылым бойынша бізде әдейі бір сабақ керек. Бүгін де айттым сізге. Енді менде қымыз қалып тұр. Қымызды ертең, таңертең свежий басқа отырып, ертең қамышкеден точно айтыңызшы қой. Маған қабақ айтады де қабақ. Соған маған қымызға дайындап келіңіздер. Жақсы. Мүмкін қылмаңыздар. Өйткені мен қымыздың әр тоқталам бар. Қазір қолданыстағы қысқа түріне саламын. Үлкен үлкен көрсем, қалай шыққанын түсіндірем. Осы қысқаға салып отырамыз сразу. Сол жерде қай жерде инклюзив тұрады,
жерде жаңағы функция сауаттылықты бәрін айтамыз, мақұл ма? Сол бойынша жұмысқа толық кіреміз. Оған бір күн керек. Так, бүгін эссені толық енді осы үйде бекітесіздер. Осы қалған бөліктерді жазып алыңыздар, мақұл ма? Сол бойынша дәптерге жазып орнатыңыз. Мақұл ма? Сол бірінші логикасы. Балаға тақырып берген мәселелерге бір эссеге ше мәселе беріңіздер. Эссені тақырып бересіздер ғой. Тақырып деген нәрсеге бала ене алмайды. Оқушыға мәселе тастаңыздар. Маған тестпен тұр, тестпен қалай шешуге болады деп тастайсыздар оқушыға. Оқушы зерттейді. Мына топ мәселенің зерттелуі, мәселенің қойылысы, мына топ зерттелуі, мына топ шешім табады. Үшеуі қосылып, кіріспен жазады, оқушыға бір күнде бір шашады. Сонда мәселе проблема сан ортаға. Өйткені мысалы үшін бағана ғаламтор пайдалы ма, зияны ма, бітті. Оқушы зерттей бастайды. Қашан пайда болды, оның пайдасы зияны бітті. Осы сөз шығады. Енді кіріспеде тақырыпқа елу сөйлеміңіз, өзекті ой, жаңа сияқты кіріспеде сөйлем тұрады. И тезі сөйлемнен қорытындыға сұрап кетесіздер, ол шешіп қорытынды бересіздер. Бұл шағын етеді. Мақұл ма? Әр күн сайын мәселеге саңдар, бөліп саңдар. Bir топқа мәселені қойылуы, зерттелуі, шешімдік береді. Сол кезде эссен шығады. Эссен тақырып бірақ сыныпқа Мен тақырыпқа бас қойылған жоқпын, неше қоймай тұрмын? Бағана қойсам болады еді ғой. Мен әдейі мәселені пісіріп, зерттетіп, талдап болдым да барып, тақырып қойсып болады еді. Сұрақ түрінде, риторикалық сауал түрінде қойылған еді. Өлең жолы қойып, балаға ой тұсау керек тақырып. Жалпақ болмау керек. Так, сіздерге ше тақырып қойыңыздар, шықпады тақырып. Тақырып жоқ, тек сіздер әлем назарында. Тек істені ғана ұқтам деп ше. Қызылорда Олимпиада